Қызметті алу үшін тауарлар экспорты және импорты қызметті лицензиялау бөліміне өтіңіз. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлар экспортына, импортына арналған лицензия қызметін таңдаңыз. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлар экспортына арналған лицензия батырмасын басыңыз. Қызметті онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Лицензиярды таңдаңыз. Өтінім бойынша деректерді. Заңды тұлға туралы негізгі мәліметтер. Мекен-жайды толтырыңыз. Деректерді сақтап, келесі батырмасын басыңыз. Экспорт кезінде түпкілікті пайдаланушыны қосыңыз. Өтінім сипаттамасын жазыңыз. Ақпаратты тіркеңіз. Мәміле қатысушыларын қосыңыз. Құжаттарды тіркеңіз. Төлем туралы мәліметтерді толтырыңыз. Өтінімге қол қойыңыз. Өтінімдеріңіздің мәртебесін менің өтінімдерім бетінде біле аласыз.